Санаулы күндерден кейін жаңа жыл мерекесі келеді. Осыған байланысты әлеуметтік желілерде мұсылмандарға жаңа жыл тойлауға болмайды деген ақпарат тарап жатыр. Жаңа жыл мен Рождество екеуі бір емес, бірақ Рождество тойлаудың жалғасы болып саналғандықтан, жаңа жыл түнін христиандар сияқты тойлау, шыршаны кесіп, үйді шыршамен безендіру жайыз емес. Өйткені мейрамдарында олар сияқты көңіл көтеру, оларға ұқсау болып табылады. Діни кітаптарда жазылған. Рождество күнінде және түнінде кәпірлердің Пасха және діни мейрамдарында олар сияқты тойлаған адам күпірге түседі. Жаңа жыл себебімен Қазақстанда және әлемнің әр түрлі жерлерінде миллиондаған шырша ағаштары Рождество аңыз үшін кесіліп жойылуда. Христиан мемлекеттерде болғандай, мұсылман мемлекеттерде де осы қылмыстар жасалмау керек. Христиандарға ұқсамау үшін жаңа жыл түнінде күрке тауық жемеу керек. Желінетін болса, мәкрух болады. Бірнеше күннен кейін жей беруге болады. Құмар ойнау, лотерея тарту сияқты ойындар болса, онсыз да әр уақытта жайыз емес. Бұл түнде кәпірлерге ұқсау мақсатымен әр түрлі тағамдар, сусындар алуда жайыз болмайды. Күнде не алынатын болса, соларды алудың зияны жоқ. Бұл түнге ерекше қарамау керек. Тек христиандардың ғана емес, яһудилердің және бүкіл қате діндердің ғибадаттарын орындау оларға ұқсау болып саналады. Мысалы, 21 наурыз күні наурыз мейрамын тойлауда осындай. Кәпірлердің ғибадаттары және жаман істерінен басқа мубах болған әдеттерін жасаудың зияны жоқ. Яғни оларға ұқсаған болып саналмайды. Рождествоны тойлау түбегейлі жайыз емес. Бір зәрулік болса ғана жайыз болады. Мысалы, мемлекеттер арасындағы ресми қарым-қатынастарда зәрулік болғандықтан құттықтауға болады. Бірақ Рождествоға қатысы болмаған жаңа жылда бір мұсылманға құттықтау хатын жазып, жаңа жылдың адамдарға, мұсылмандарға қайырлы болуын тілеу күнә емес. Немесе жаңа жылың құтты болсын деген адамға сенің де жаңа жылың құтты болсын деп айту күнә болмайды. Осы айырмашылықты түсіну керек. Мұсылман әр түні не істеп жүрген болса, бұл түні де соларды істеу керек. Қасиетті күнде мәуліт оқыту, сұхбаттар ұйымдастыру дұрыс болмайды. Бұл түннің өзге түндерден айырмашылығы жоқ. Бұл түнді қадірлі санағандай әрекет ету дұрыс емес. Мұсылман әр түні не істейтін болса, бұл түнді де солай өткізуі керек. Бір христиан Рождество күнде Рождество мақсатымен бір мұсылманға, досына немесе туысына сыйлық берсе, Рождество мақсатымен берілмейді, жаңа жыл мақсатымен беріледі. Рождествоға құрмет көрсеткен адам кәпір болады. Берілген сыйлықтың зияны жоқ. Желінетін нәрсе болса, жаңа жылдан 2-3 күн өткеннен кейін жеуге болады. Кәпір болу ниетке байланысты. Кәпірлердің Рождествосын тойлау ниетімен болса күпір болады. Жаңа жылдық көңіл көтеру күйінде болса күпір болмайды. Әрине ішкілік, құмар болса, онсыз да харам. Рождествоны тойлау жайыз емес. Бірақ жаңа жыл басқа. Рождествоны тойлаған адам кәпір болады. Жаңа жылда біреуге жаңа жылың құтты болсын, жаңа жылың мұсылмандарға қайыр және берекет әкелсін деп айту жайыз. Бұл баршаға жаңа жыл. Ал Рождество баршаға емес, тек христиандардың мейрам күні. Ал ислам діні бойынша негізінен 2 мереке бар, олар ораза және құрбан айттары. Шариғат және пәтуа бөлімінің маманы Елбек Тасболатұлының айтуынша, Құран кітаптың Мәида сүресі 48 аятында сендерден әрбір үммет үшін шариғат және жол белгіледік деп жазылған. Сондықтан маман әдеп ғұрпымызда болмаған, шариғатымызда бұйырылмаған жаңа жыл қарсаңында үйде шырша құру әдетінен барынша арылған жөн екенін ескертті.